Сәлем достар, әлемдегі ең үлкен көл және теңіз деңгейінен ең төменде орналасқан көлді барлығымыз білетін шығармыз. Бірақ әлемде адамның денсаулығына зиянын тигізетін қауіпті көлдер де бар екен. Сіздермен бірге QLife арнасы. Бүгінгі видеода біз әлемдегі ең қауіпті көлдер жайлы білетін боламыз. Ал егер арнамызда алғашқы рет болсаңыз, арнаға тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Онодага көлі, ақш. 19 ғасырда Онодага көлі ақш жеріндегі танымал демалыс орындарының бірі болған. 20 ғасырдың басында көп экологиялық апатқа ұшырады. Көлге тасталған зауыттардан шыққан нитрат, фосфат қалдықтары қауіпті бактериялардың таралуына себепкер болды. Жергілікті тұрғындарға суын ішуге тыйым салды, ал 1940 жылы көлге шомылуға болмайтынын ескертілді. Нәтижесінде қолдан жасалған экологиялық апат салдарынан танымал демалыс орнының заманы келмеске кетті. 1970 жылы көлден балық аулауға да тыйым салынды. Киву, Конго және Руанда. Көл жарты ғасырдан бері тоқтаусыз соғысып жатқан екі тайпаның арасында орналасқан. Бұл көлдің түбінен үнемі метан мен тұншықтырғыш газ бөлініп жатады. Олардың жергілікті мөлшері жиналған сәтте мылтықтан оқ атып, немесе жай ғана сіріңке жағып жіберсе жетіп жатыр. Мұндай жағдай тіпті тарихта болған. Оның салдарынан 500-100 км радиустағы тіршілік түгелдей қырылған. Кавах-Иджен көлі, Индонезия. Кавах-Иджен көлі Индонезияның Ява аралындағы сөніп қалған жанартаудың үстінде орналасқан. Диаметрі километрді құрайтын көлдің түсі көгілдір, кейде жасыл ақ түсті болады. Бұл ерекше көріністі тудыратын жалғыз элемент күкірт. Жанартау астында орналасқан көлге жанартау ошағынан күкіртті газдар түседі. Металдардың концентрациялы ерітіндісімен әрекетке түскен газдар суға жасыл көгілдір түс береді. Сонымен қатар, газдың арқасында Иджен көлі әлемдегі ең үлкен қышқылды көл болып саналады. Осынау жанартау ошағынан ыстық бастаулар арқылы күкіртті газ сыртқа шығып, көл үстінде тұрады. Газ конденсацияға ұшырап, жерге түскенде көлді қоршаған тастарды сары түске бояйды. Қайнап жатқан көл, Доминикан Республикасы. Бұл көл Доминикан Республикасының Морон-Труа-Питон ұлттық паркіне жақын маңда орналасқан. Көлді алғаш рет 1870 жылы екі ағылшын саяхатшысы ашқан. Аты айтып тұрғандай, қысы-жазы қайнап жатқан көлдің температурасы 92 градус Цельсийді құрайды. Бұл адам денесін күйдіре алатын температура. Жаңбырлы күндері көл суы салқындағанымен оған шомылуға рұқсат берілмейді. Карачай көлі, Ресей. 1975 жылғы кіштім апатынан кейін көлдің астына өлімге себепкер болатын стронцийден бастап плутонийге дейін барша танымал радиоактивті элементтер жерленген. Бұл көл әлемдегі ең қауіпті көлдердің бірі болып есептелінеді. 2017 жылғы өлшеулер бойынша көл жағасында арнайы химиялық радиоқорғауыш киімдерін толықтай кимей 1 сағаттай уақыт өткізу өлімге себеп болатындай радиация дозасын беретінін көрсеткен. Ниос көлі, Камерун. Камерун жерінде орналасқан Ниос көлі көркімен көз тартады. Елдің солтүстік батысында орналасқан көл әлемге ажал құштыршы деген атпен де танымал. Дәл мұндай атқа ие болуының да өзіндік тарихы бар. 1986 жылы көл маңындағы елді мекендердің тұрғындары, мал жаны, тіпті ұсақ жәндіктеріне дейін түгі қалмай қырылған. Кейіннен зерттеу жүргізген ғалымдар теңіз деңгейінен 1090 метр биіктікте орналасқан Ниос көлінің бұрынғы жанартау орнында пайда болғанын анықтаған. Ал маңайдағы тіршілікті күл-талқан еткен көлдің түбіне жиналған улы көмір қышқыл газы болып шыққан. Ұзағынан жиналған газ суды жарып сол күні ауаға шыққан екен. Уақыт өте келе табанына көмір қышқыл газын жинайтын көл әлі де қауіпті саналады. Моно көлі, ақш. Моно көлі ақштың Калифорния штатында орналасқан. Бұл көл өте қауіпті, себебі көлдегі тұздың мөлшері мұхит суындағы тұздың мөлшерінен 2 есе көп. Монода балықтар тіршілік етпейді.
Ал көлдің құрамындағы карбонат және хлоридтардың көп болуы себепті көл өте улы. Натрон көлі, Танзания. Бұл Танзаниядағы Натрон көлінің көрінісі. Көлдің тұздылығының деңгейі жоғары болғаны соншалық, көлдің суы тиген тіршілік иесі өліп кетеді. Сондықтан мұнда суға түсуге тыйым салынған. Тіпті иісінің өзі мұрынды жарып жіберетіндіктен көл жанында ұзақ жүруге болмайды. Пустое көлі, Ресей. Пустое көлі Ресейдің батыс Сібірінде орналасқан. Көлдің Пустое деп аталуына суда ешқандай тіршіліктің болмауы себеп болған. Ал көлге жақын маңда тіпті өсімдіктер де өспейді екен. Көлдің басқа сулардан ешқандай айырмашылығы жоқ, бірақ тіршілік иелерінің болмауының себебін әлі күнге дейін ешкім анықтамаған екен. Йеллоустон көлі, ақш. Йеллоустон көлі үлкен, таза, улы емес көл. Тіпті бір қарағанда ол жерде демалуға да болады. Бұл көлдің қорқынышы түбінде, себебі түбінде балқытылған магма бар және ол күннен күнге өсіп жатыр. Бір қорқыныштысы, егер магма жарылатын болса, вулкан сияқты атқылауы мүмкін. Назарларыңызға рахмет. Егер де сіздерге видео ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Себебі сіздердің басқан лайктарыңыз QLife арнасының дамуына әсерін тигізеді. Сіздермен бірге болған мен қуаныш. Келесі жолы кездескенше сау болыңыздар.